200 мың теңгемен қандай кәсіп бастаса болады деп жүрген кісілер болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Есімім Берік Талғат, бұл Берікпен YouTube каналы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен өзімнің істеп жатқан кәсібіммен таныстыратын боламын. Қазір біздің цехтамыз. Мен жалпы ТВ-зона кәсібімен айналысам, осындай шкафтар жасаймыз. ТВ-зона деген не? Экранға шығарып кетеміз. Осы шкафтар, тумбалар арқылы теледидар тұратын зонаны жасаймыз. 200 мың теңгеге, құрметті көрермендер, қандай құрал жабдықтар алуға болады, соны көрсетемін. Қандай бұл ТВ-зона кәсібін жасау үшін қандай инструменттер керек? Осында екі инструменттер салатын ящик керек болады. Оның ішінде майда шүйденің бәрі, бізге керек майда шүйденің бәрін осының ішінде жинаймыз. Ары бері тасығанға да ыңғайлы болады. Ең керек инструменттердің бірі мынандай беспроводной шуруповерт деп аталады, беспроводной. Мынандай дрель алып аламыз. Бұл мощності көп болады, сондықтан керек кездер болады. Сосын углорез, екінші инструмент керек углорез. Бұмен бізде мынандай стенаға жабыстыратын луврлар кесетін боламыз. Бұл мынаның бағасы бір 30 мың мен 50 мың шамасында тұрады. Мына ящиктер 10-15 мың тұрады. Мына майда шүйделер сол 200 мың теңгеге алатын инструменттер. Келесі инструмент бізде уровень деп аталады. Лазерный уровень керек болады. Бұл бір 20 мен 30 мың шамасында тұрады бұл инструмент. Келесі инструмент кәдімгі перфоратор. Стена тескенге, стенаға біз енді шкафымыздың, тумбамыздың барлығы настенный болып жүреді. Сондықтан стенаға қатырамыз, құрметті көрермендер. И мынандай стремянка дейді, саатымыз керек болады. Қазір біз цехтамыз, цехқа біз 60 мың аренда төлейміз, жалғыз өзім төлемейін. Цехтың жартысында, мына углында, мына үстелде мебельщиктар жұмыс жасайды. Құрметті көрермендер, мына мебель жасау үшін жалпы көбісі ойлайды, бір әртүрлі станоктар керек, неше түрлі станоктар керек болады деп. Ешқандай да станоктар керек емес. Мынандай ЛДСП деп аталады ғой, мына материал ағаш. Осының бәрін біз арнайы распилочный цехтар болады. Сол жерге арнайы программамен размерлеріміздің бәрін жазып, сол жерге кестіріп аламыз. Шетіне ПВХ-сын бәрін әдемілеп жабыстырып дайындап береді. Біз тек осы цехта кеп барлығын дайындап, құрастырып, жаңағы фурнитураларын бәрін жалғап дегендей бәрін дайындап аламыз да установкаға шығамыз. Бүгін бізде установка осындай екі шкафпен ТВ-зона жасайын деп жатырмыз. Бұл ТВ-зонаның мен алдында бір үйге айна қойғам. Тағы да мен айнамен айналсам, сол жерде айнаны түсіретін боламыз. Сол үйге айна қойғам, сол кісілер ТВ-зонада жасап беруін сұрады. Бұл жерде екі айна, бір стенаны қаптаған етін шпон панельмен. Сол үйге ТВ-зона істейтін боламыз. Бұнда екі шкафтық ТВ-зона, құрметті көрермендер, 390 мың теңгеге жасап жатырым. Бұл жерде кететін материалға барлық расходтары бір 190 мың теңге кетеді. Яғни үстінен бір ТВ-зонадан екі шкафтық 200 мың теңге пайда қалады, құрметті көрермендер. Сосын мынандай простой ТВ-зоналар болады. Бұл простой ТВ-зоналарға расходы 80-90 мың кетеді. Бұл ТВ-зоналарды біз ең арзаны 180 мың, 190, 200, кейде 220, 240 мыңға ширинасына байланысты жасаймыз. Бұл ТВ-зоналардан среднем 100 мың теңге қалады, құрметті көрермендер. Сосын мынандай бір шкафтық ТВ-зоналар болады, Г-образный дейміз. Бұл ТВ-зоналарды 300-330 мыңнан жасаймыз. Бұл ТВ-зонаның расходы бізде бір 150 мың теңге максимальный ақша кетеді. Қалған 150 мың теңге өзімізге пайда қалады. Сонда есептесек, айына бір әртүрлі ТВ-зона жасаған өзінде, айына 5-6 заказ істегеннің өзінде 1 миллионға жуық ақша қалады. Кейде 10-15 заказ болып кететін кездерде болады, құрметті көрермендер. Тумбаны мынау затты түсірген жоқпын. Келесі керек заттар Қытайдан алдырып алған мен мынандай домкраттар. Бұны біз тумбаны астына қоямыз да, тумбаны қатыратын кезде регулировкасының высотасын қойып, көтеріп тұрғанға жеңіл болады да бізге. Высотасын қойып, жаңа тумбамызды стенаға орнатамыз. Жалпы кәсіп бойынша, құрметті көрермендер, кәсіпті осы былтырына жыл ма, 1,5 жыл болды, август айында ма бастаған мен. Қазір күнге дейін істеп жүрмін. Мендер осы мен цехым осы жерде
заготовканы осы шкаф, тумбаның бәрін, тоқтардың бәрін жалғап алып, дайындап алып, установкаға барып 3-4 сағатта установкамызды жасаймын. Мынандай, өйткені мысалы установкаға барып бұның бәрін құрастыруға болады. Басында установка кезінде осының бәрін соңында барып жинайтынбыз. Мына есіктерді мысалы бізге осындай есік жасайтын кісілер дайындап береді. Бұл есікті өзің де жасасаң болады, бірақ жұмыс көбейіп кеткендіктен, ақшасы қатты қымбат болмағандықтан есігін бөлек дайындап аламыз. Осылай. Сосын мынандай тумбаларды стенаға кейде қалай ол немен қатырады дейді, мынандай ішінен түсірші, элка деген болады мына жерден. Ол жерді тесеміз да стенаға үлкен-үлкен анкерлермен, шуруптармен стенаға қатыратын боламыз. Мынандай стол жасатып аласыздар. Осындай жұмыс істегенге ыңғайлы мынандай темірден. Мына темірін 20 мың теңгеге сваркілетіп алдым да, листті бетіне қоя салдым. Дап-дайын стол болды. Мына жерде бізде мебельщик бауырларымыз жұмыс жасайды. Осы жерде жаңа айтып кеткендей бірге 30 мыңнан 60 мың теңгеге бөліп аренда төлейміз. Осы жерде дайындап алып, біз қазір установкаға Тараз қаласында мына Айша бибіге установкаға кетіп баратыр. Өткенде сол жерде айна орнатқан болатынбыз, енді ТВ-зона заказ берді. Келесі видеоны енді сол установка біткеннен кейін түсіретін боламыз. Қалай шықты барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Көрермендер, жаңа ТВ-зона установкаға кетіп едік. 4 сағатта осындай көрсетіп кетайын. 4 сағатта бітірдік. 2 шкафтық подсветкалармен, 2 шетінде бұрасы бар, арты тоже подсветка. Мындай артық подсветка, мына екеуі бұра, 3 түрлі цвет жанады и 2 шкаф жанады. Осындай 3,5 метрге созылды ТВ-зонамыз. 4 сағатта жасап болдық. Құрметті көрермендер, осындай ТВ-зонаны жаңа нерде 2 шкафпен тұр, жаңа айтып кеттім ғой. 2 шкафсыз астында тумбамен жасаймыз. 180-240 мың арасында. Кейде болады, 1 шкафтық жасаймыз Г-образный 300-330 мың. Пайдасының бәрін жаңа видеода айтып кеттім. Жаңа углорез дегеніміз, мынау материал лувр дейді, стенаны обшивать етеміз. 2-де 90 болып жүреді. Бұны мынау углорезбен қалай қолданады десеңіздер, мынау углорез қазір. Углорезбен кесіледі, бұл пластик болып жүреді материал. Осылай отыраймыз, бірінші ортасын ілеміз, тоқтарын жалғаймыз, шкафтарды орнатып аламыз да, ең соңында бәрін обшивать етіп шығамыз. Кесіледі бұл материал. Мынау жаңағы астына домкрат дегеніміз, тумбаны орнататын кезде мынаны астына саламыз. Астына салып, қоп қоямыз да 4-еуін. Ешкім көтеріп тұрмайды, осы домкраттармен регулировка жасап, высоталарын келтіріп аламыз да, сөйтіп ішін түсір шайын. Ішінен мына жерде элкамен орнатамыз да, мына жерде көріне ме, көрінбей ме, өйстіп стенаға қатырып тастаймыз. Осы құрметті көрермендер, мына лазер дегеніміз жаңа қосып көрсетейін бұнда. Бұл лазерный уровень деп аталады. Бұны түзу қою үшін жасалады, бұл мынайынан қосылады. Көрініп тұрма видеода. Қисық тұрса өйстіп өзі шиқылдайды. Бұны жаңа түзілу үшін осы уровеньге қоямыз да, бәрін түп-түзу істейміз. Бұның бағасын да айтып кеттім жаңа сіздерге. Так, сосын перфораторымыз мынау. Жаңа көрсеткен перфораторымыз, осы инструменттер 200 мың теңге кетеді, осы инструменттің бәріне. Стрелянкамыз, осы үйге алдым, айна істеген болатынбыз. Так, 2 айна, 1 шпон, просто стенасын қаптап бергенбіз. Енді мына 390 мыңға ТВ-зона жасатып отыр. 190 мың теңге мынаның бәріне кетті. Полный материалға жаңа жолың бар, басқасын бар, расходтарың бар, 190 мың теңге кетті. 200 мың теңге таза пайда қалды. Қазір хозяйкаға айтамын, ол кісімнерде магазиндері бар екен, шақырам, кеп қабылдап алады, ақшамызды алып қайтамыз. Құрметті көрермендер, өстіп. Мен де мысалы бұрын бұндай жұмыс жасап көрмеген, банк саласында істедім, вата өндірісін істеген, бұның алдында москитный сетка бар ғой, есіктер, сондай істейтінмін. Сөйтіп ол жақта маржа аз болып,
бір есікті 30 мың теңгеден істейміз, 15-20 мың теңге қалады. Үйто бұзыла беретін, сөйтіп маржасы жоғары нишаға өту керек болды да, осы нишаны обучениесін алып онлайн үйренгем. Сөйтіп басында ұзақ істейтінбіз. Бір установканы, простой установканың өзін басында 2 күн істеп, әр установкадан опыт жинап, күнде әлі де опыт жинаймыз. Қиын ештеңе жоқ. Былай ең бірінші заказды мен қалай істедім? Ең бірінші заказды осы ТВ-зона саласына қызығып жүрдім. Сөйтіп Инстаграмнан басқа қалалардан осындай ТВ-зона істеп жатқан кісілердің видеоларын алдым да, өзім Инстаграм аштым. Сөйтіп Инстаграмға салдым. Өзім істеген сияқты қылып салдым да, біреусін әшін продвигать деп реклама жіберіп көрдім. Сөйтіп Тараз қаласында маған 2-3 адам жаза бастады да, уже бір кісі үйге келіп замер алыңыз деп замерға шақырды. Бірден жаңа таргет тоқтаттым да, енді қазір босамай жатырық деп жаңа сылтау айттым да, сөйтіп бірден обучение алып, инструменттерін бәрін сатып алып, мынандай клей қолданамыз. Мынандай клеймен жабыстырамыз мынаның бәрін. Мына ловерларды клеймен жабыстырамыз, ал қалғандармаларды шурупқа отырғызамыз да өздерін. Мынаны клеймен жабыстырамыз. Бұл клейдің аты невидимый шов деп аталады. Бірден қатып қалады, өте жақсы клей. Мына 250 теңгенің оптым аламыз. Мына ловерларды арнайы оптым алатын жерлер бар. Сол жерден оптым аламыз барыны. Постоянно алып отырғаннан кейін бізге арзан береді. Сөйтіп не айтып жатырмын? Сөйтіп жаңағы заказ түсті, мен істей алмаймын ғой, барған жоқпын. Сөйтіп жаңағы кісіге босамай жатырық дедім да, обучениесін алып, бір 80 мың теңге материал алып, үйге жасап көрдім. Алғашы үйге жасаған кезде тоже көп жер түсініксіз болды. Жаңа обучение үйреп жатқан кісілерге қайта хабарласып мазалап, бір 3-4 күнде үйіме жасап көрдім. Сөйтіп алғашқы заказымды 180 мың теңгеге алдым да, 2 күн жасадық, бірінші күн бітіре алмадық. Басында біз жаңа цехта бәрін дайындап аламыз ғой, мынаның бәрін. Не үшін? Өйткені біз установка кезінде мына жерде жасайсың да, мынаның бәрін мөлшерге келіп құрастыруға болады. Біріншіден ыңғайсыз, мысалы клиенттерге қолайлы емес ол, и бізге де жұмыс істегенде былай еңкейіп жерде жұмыс істейсің да, бұның бәрін құрастыру қанша уақыт алады. Бір күнің кетіп қалады, қатты шаршап қайтасың. Сондықтан цехта столда бәрін дайындап алып, әдемілеп, сөйтіп осы жерге орнаса салған жеңілірек болады да өзіңе. Сөйтіп әр установкадан өстіп опыт жинайсың, скорость қоса бересің, жылдамдық қоса бересің, заказдар да көбейе береді. Мысалы, бұл үйге жаңағы қазір видеоға түсіріп алайын, экранға қойып кетеміз. 2 айна жасағамыз, бір просто стенаны обшивать етіп бердік, бір стенаны. Оларды бір 3-еуін, өтірік айтпасам, кемі 400 мыңдайға жасадық қой. Ол расходы тоже бір 200 мың кетті. 200 мың теңге пайда қалды. Мына жерде 190 кетті. 200 мың теңге. Сонда бір үйдің өзінен бір 400 мың теңге пайда болып тұрды. Енді арасы мына жерде мынаны біз алдын дайындап қойғанбыз. Мына комната ремонт болды да, заготовкасын дайындап қойып, бір аптадай күтіп қалдық. Былай заказ алып, мынаны 2-3 күнде, шкафтардың бәрін 2-3 күнде дайындап, кеп 4-5 сағатта орнатып тастауға болады. Еш қиындығы жоқ. Былай менде бір керемет бір мебельшік емеспін, құрметті көрермендер. Адам жасаған адам жасайды, главное ниет болса болды. Видео ұнаса, құрметті көрермендер, лайк басыңыздар. Мен кәсібім осы, жайлап өзімнің кейін осы кәсібім сіздермен таныстырып жатырмын. Алда әртүрлі кәсіптерді түсіретін боламыз, құрметті көрермендер. Лайк басып, каналымызға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, бізге де шабыт беріп қойыңыздар. Сау саламатты болыңыздар.